Сәлеметсізбе, жас тарихшылар мен өлкетанушылар форумының қатысушылары және қазылар алқасы. Мен Абдыкасимова Назерке. Ақмола облысы Степногорск қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы номер 5-ші көпсалалы мектеп-лицейінің 8-ші сынып оқушысымын. Мен 1973 жылы 1 қыркүйекте Монголия Республикасы Баян-Өлгей аймағында туғанмын. Қазіргі кезде Степногорск қалалық мәслихатының хатшысы деген қызмет атқарамын. Мен негізі еңбек жолымды 1995 жылы бастағанмын. 95 жылы қазіргі Ерейментау ауданының Күншалған ауылында мектеп мұғалімі болып бастадым. Сол жерде 7-8 жыл мектепте тарих пәнінен сабақ беріп, 2004 жылға дейін сол өлкеде білім беру саласында қызмет атқардым. 2004 жылы осы Степногорск қаласына қоныс аударып, осы жерде колледжде мұғалім болдым, жергілікті телевидениеде журналист болдым. Сол кезде біздің қалада шығарылған, алғаш рет қазақша шығарылған Ақсу деген газет болды. Сол газетке редактор болып тағайындалдым. Бір жыл сол бұқаралық ақпарат құралдар саласында жұмыс істедім. 2005 жылдан бастап осы мәслихат аппаратында бас маман болып жұмыс істедім. 1993-99 жылдар аралығында қазіргі Нұр-Сұлтан қаласында, ол кезде Ақмола қаласы деп аталған, сол жерде Ұлттық Еуразия университетін тарих мамандығы бойынша бітірдім. Қай салада болса да елінің дамуына үлес қоспайтын адам жоқ деп санаймын. Степногорск өлкесінде мемлекеттік тілдің дамуы, оның қолданысы саласында біраз еңбек атқардық. Жаңада айтып өттім, алғашқы қазақ газетінің ашылуын, сол газетті басқарып, сол редактор болып жұмыс істедім. Сол кезде осы жергілікті халыққа мемлекеттік тілде ақпаратты беруге үлесімізді қостық деп санаймын. Сондай-ақ жаңағы мемлекеттік қызметшілер мен азаматтық қызметшілерге мемлекеттік тілде оқыту мекемесін басқарған кезде біраз жұмыстар атқардық. Сол өзім жұмыс атқарған уақытта шамамен 850 адамға мемлекеттік тілді меңгергендігі туралы сертификаттар бердік. Жалпы қаладағы басқа да мекемелерді осы тілді үйренуге тарттық. Соның нәтижесінде тек қана мемлекеттік бюджеттік мекемелер ғана емес, бизнес өкілдерінде мемлекеттік тілге назар аударуына соларға ықпалдастық көрсеттік деп ойлаймын. Латын графикасында жазу бойынша көптеген жұмыстар атқардық. Қазір қалада жүргенде қарайсыздар, көресіздер, көптеген мекемелерде біздің атауларымыз латынша кезінде ауыстырылған, соның барлығы оқыту әдістемелік орталығының қызметі. Яғни депутат болып сайланғаннан кейін біздің атқаратын жұмысымыз тікелей тұрғындармен, халықпен байланыс болып саналады. Осы тарапта бір жылдық депутаттық қызметіміздің ішінде осы Степногорск қаласының депутаттық корпусы бар, жеке өз басым бар, 50-ге жуық депутаттық сауал жолдадық, көптеген әлеуметтік, экономикалық мәселелер бойынша осылардың шешу жолдарымен айналысып жатырмыз. Осы өлкеде қоғамдық өмірге араласу мақсатында біз халық қазынасы деген қоғамдық бірлестік құрдық. Бұл қоғамдық бірлестіктің басты мақсаты осы Степногорск өлкесінде тілдің, мәдениеттің, өнердің дамуына қолдау көрсету, ықпал көрсету, сондай мақсатты құрдық. Осы мақсатта біз соңғы 4 жылда қалада мәдениет, спорт, ұлттық өнер саласында 70-ге жуық іс-шара өткіздік. Әрбір азамат өз елінің патриоты болу керек. Бұл сенің де, менің де бойымда, бұл менің елім деген ең бірінші сезім болу керек. Бұл елді сен қорғамасаң, бұл Қазақстанды мен қорғамасам, бұл елді сен көркейтпесең, мен көркейтпесем, басқа ешкімге керек жоқ.